Әр көктем сайын жүздеген шытырман оқиға іздеушілер Джомолунгма мен Эверест атауымен танылған шыңға өрмелеуді армандайды. Олар айлар бойы таудың бөктерінде биік, апатты шыңға шығатын мүмкіндікті күтеді. Бірақ неге адамдар Эверестке көтерілу үшін өмірі мен аяқ-қолдарын тәуекел етуге дайын? Бұл челлендж бе? Әдемі көрініс үшін? Аспанды ұстап көру мүмкіндігі ме? Көбісін Эвересттің жердегі ең биік тау деген статусы қызықтырады. Бұл жерде маңызды өзгешелікті атап өту керек. Ақиқатында Мауна Кеа тауы негізінен шыңына дейін өлшегенде ең биік болады. Бірақ Эверест теңіз деңгейінен санағанда 8850 метр биіктікке жетіп, планетамыздың ең биік тауы атанып отыр. Бұл асқақтаған құрылымның қалай пайда болғанын түсіну үшін біз континенттік тақталар соғысатын жер қабығына үңілуіміз керек. Жер беті криукейдің сауытына ұқсайды. Жер қыртыстары әрдайым бір-бірінің астынан өтіп, үстіне шығып, айналып жүреді. Ондай алпауыт континенттік тақталар үшін қозғалыс салыстырмалы түрде тез. Олар жылына 2-4 см жылжиды. Шамамен тырнақтың өсуімен бірдей. Екі тақта соғысқан кезде біреуі екіншісінің ішіне не үстіне ығысып, шеттері майысып, қосымша қыртысқа арналған көтерілу орын алады. Осылай Эверест пайда болған еді. 50 миллион жыл бұрын жердің үнді тақтасы солтүстікке жылжып, одан үлкенірек болған Евразия тақтасын соқты да, жер қыртысы ығысып, үлкен төбе түзілді. Эверест тауы осы оқиғаның дәл ортасында жатыр. Ол Евразия үнді соғысу аймағының шеті. Бірақ таулар көтерілуден басқа күштердің арқасында қалыптасады. Жер көтерілген сайын ауа массасы да көтерілуге мәжбүр болады. Көтерілген ауа салқындайды. Нәтижесінде ондағы кез келген су буы конденсацияланып, жаңбыр немесе қар түзеді. Ол жауғаннан кейін ландшафтты бұзады. Үгіту деп танылған үдеріс барысында тастарды ерітеді не сындырады. Көлбе бойынша аққан су үгітінділерді тасып, ландшафтты қиратады. Терең аңғарлар мен кедір-бұдыр шыңдар пайда болады. Көтерілу мен эрозияның осы теңгерімі тауға пішін береді. Бірақ Гималайдың аспанмен таласқан шыңдары мен Апалачтың жайлы төбелерін салыстырыңыз. Барлық таулардың бірдей емес екені анық. Өйткені уақытты да ескеру керек. Континенттік тақталар алғаш соғысқан кезде көтерілу тез орын алады. Құлама беткейлі шыңдар биіктеп кетеді. Бірақ уақыт өте келе тартылыс күші мен су оларды төмендетеді. Сөйтіп эрозия шыңдар көтерілмей тұрып, оларды тез үгітіп тастайды. Тауға пішін беретін үшінші фактор климат. Нөлден төмен температура кезінде қар толықтай еріп кетпейді. Ол тығыздала келе мұзға айналады. Содан қар сызығы пайда болады. Оның биіктігі климатқа байланысты жердің әр жерінде әртүрлі. Мұздық полюстерде ол теңіз деңгейіне тең. Экваторға жақын жерлерде мұз түзілетін суық жерлерге жету үшін 5 километр өрмелеу керексіз. Жиналған мұз өзінің ауыр салмағының әсерінен аға бастайды. Бұдан мұздық деп аталатын ақырын ағатын өзен пайда болады. Ол астындағы тастарды үгітеді. Шың тік болған сайын мұз тезірек ағады, және ол астындағы тасты тезірек ойып алады. Мұздықтар ландшафтты жаңбыр мен өзенге қарағанда тезірек бұза алады. Мұздықтар таудың шыңына жабысқан жерінде оны топыраққа айналдыруы қардан жасалған ара сияқты өте тез. Сонымен, мұзды Эверест шыңы қалай сондай биік болып шықты? Ол бастауы болған континенттік соғыс кезінде ақ биік еді. Екіншіден, тау тропиктер жанында орналасқан, сондықтан оның қар сызығы биік. Және мұздықтар да оның астын кеңейтуге ғана жетерліктей салыстырмалы түрде кішкентай. Бірақ бұл жағдай мәңгі емес. Біз өзгермелі әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бір күні жердің континенттік тақталары, климаты және эрозиялық күші келісіп, Эверест тауын кішірейтіп тастауы мүмкін. Ал әзірше ол альпинист, саяхатшы және арманшылардың ойындағы ұлы шың болып қала береді. Егер видео ұнаған болса, біздің ресми каналымыз бен әлеуметтік желідегі аккаунттарға тіркеліңіз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.